Сәлем достар, біздер бүгін осындай крабтан оладьи жасаймыз. Өте дәмді екен, мен жасап жатқанда сенбеп едім, қалай шығады екен деп. Сіздерге жасап көруге кеңес берем. Өте дәмді және жеңіл. Ол үшін бізге краб таяқшалары керек. Осылай 4 бұрышты етіп тураймыз. Оның үстіне үлкен үкіштен өткізген сиырымызды қосып, бір жұмыртқамызды, 3 ас қасық ұнымызды қосамыз. Қалауымызша дәміне қарай тұз, туралған ас көк, 2 ас қасық қаймақ қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін қызып тұрған майға оладьиларымызды құйып, осылай бәрін жайлап асықпай құйып аламыз. Содан соң сары түске енген кезде екінші жағын аударып қуырып аламыз. Өте тез жеңіл тағам болып есептеледі. Мінекей біздің оладьиларымыз дайын. Өте дәмді, ортасындағы сиыр созылып, өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Мен видеоларымды бірінші болып көресіздер. Сіздермен болған Ақмарал.